Саяхатымыз Грецияның Афина қаласынан басталды. Осындай естелік алып алдым, 4 евро тұрады екен. Гречанка болып. Ары қарай Парижге қарай жол тарттық. Эйфель мұнарасын көргендегі алғашқы эмоциямды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Эйфель мұнарасының жанында бәкеңмен вальс билеу армандарымның бірі еді. Алланың қалауымен осы сапарымда бұл арманым орындалды. Содан кейін әппақ MSC Sea-View деген лайнерімізге Францияның Кан қаласынан отырдық. Менің бұл 3-ші круизім, достар. Біз басында терезесіз кают алған болатынбыз. Бізге тегін апгрейд жасап, балконға ауыстырып берді. Не деген жомарттық деп мәз болдық. Мынау біздің каютамыз, баршаңыз тамашалаңыздар. Балконнан теңізді тамашалаудың өзі керемет екен. Енді балконда рахаттанып отырып, медитация жасап, кофе ішемін деп өзімше мәз болып жүрмін. Таңертең теңіз көрінісімен оянып, атқан таңды көрудің өзі баға жетпес бақыт екен, достар. Теңіздің саф ауасымен демалып, теңізге қарап отырып, осылай бәкең екеуміз таңғы ас іштік. Жай байларский өмірге үйреніп бара жатырмыз ба, қалай өзі деп күліп қоямыз. Содан кейін рахаттанып, өзімше болып джакузиге түсіп алдым да, лайнерде еркелеп осылай жүрдім. Әй, өзің ай деп. Кешке бәкеңмен қолыстасып итальяндық ресторанға бардық. Бір қызығы, біз ғана емес, ресторан қызметкерлері де бақыттан бастар айналып жүрмей, қалай өзі? Бәрі көңілді. Бәкең екеуміз жанда үннің фонында вальс биледік. Мынау өмір емес, мынау ертегі деп қоямын ішімнен. Шынымен бір ертегі әлемінде жүрген сияқтымын. Әлде түсім бе екен? Не болса да оянғым келмейтін бір әдемі түс. Бір қарасам, лайнердегі адамдар өздерінше қолдарына текила ұстап алып, шырт-пырт болып фотоға түсіп жүр екен. Олардан қаламыз ба? Текилаға тапсырыс бердік де, мен де фотоға түстім. Айтпақшы, мен текила ішіп көрген емеспін. Бұл жай фото үшін ғана. Содан кейін боулингке бардым. Алматыда кім боулинг ойнайды? Европалықтар сияқты бізде қолыстасып жүруді біртіндеп үйрене бастадық. Содан кейін белая вечеринка басталды. Лайнердегі 6000 адам бір мезгілде әппақ киінген керемет көрінеді екен. Алпыстағы аталардың биіне қараңдаршы. Бірақ біздің апалар да қалсар емес. Неше түрлі шоу, дискотека, концерттер болады. 3000 адамдық театрдың түрлі концерттерін тамашаладық. Бәрі жанды дауыстан керемет орындайды екен. Түнімен қыдырсақ та, бірақ таңғы рестораннан ешқашан қалмаймыз. Дастарханымыз да сондай бай, қарап тұрсаңыздар, қазақпыз ғой енді. Сосын бақыттан басым айналып, лайнердің ең үстіңгі қабатында Нұрболат Абдуллиннің әніне рахаттанып, жалғыз билегенім жарамас деп, қасына бәкең де қосылды. Осылай әдемі күндеріміз өтіп жатты. Теңіздің саф ауасымен демалып, Аллаға шүкір айтып тұрған сәтім. Ойлаңыздаршы, егер мен Incruises компаниясына қосылмасам, осындай ғажап көріністі тамашалау мүмкін беді. Осы сапарымызда Европадағы 5 мемлекеттің 11 қаласын аралаппыз. Афина, Париж, Кан, Генуя, Пальма де Майорка, Ла Специя, Барселона, Чивитавеке, Рим, Ницца, Монако, айта берсем, керемет қалаларды көріп, Европаның мәдениетімен таныстық. Команда, баршаңызға Парижден сәлем!